Ассаламуғалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін қазір мына Түркістан облысында Түлкібас аудандағы мүмкіндігі шектеулі азаматшаның жан айқайын естімей жатқан билік болса, мейлі өзіміз естіп қайтайық, ешкім құлақ аспай жатыр екен, небір жағдайлар болып жатыр екен. Осыған байланысты қазір біз Түркістан облысында Түлкібас ауданына келіп, бұл кісіні тыңдаймыз. Бірақ оның алдында біз айта кететін мәселе бар. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев, аудан әкімі Нұрлан Байғат ағамызға менің бір сұрағым да бар еді, осы айта кететін. Осы пандемияның өзі мына қазақ еліне, біздің бауырларымызға, халқымызға өте ауыр соққы болып отыр. Енді мына күн салқындап жатыр, адамдарға дәрі-дәрмек керек, жылу керек, тамақ керек, күн көру көздері енді кішкене әлсірей бастайды, экономика құлдырай бастайды, себебі карантинде көптеген шектеулер болып жатты. Жазы бойы ешкім бір ашық жұмыс жасап деп айта алмаймын. Енді сіздердің мақсаттарыңыз осы мүмкіндігі шектеулі азамат-азаматшаларды беріп жатқан не көмектеріңіз жөнді болмаса, жаңа кататорларын 3 айға бір, 2 айға бір деп, одноразовый, многоразовый деп беріп жатсаңыздар, қолданылатын көліктеріне мүмкіндік берілмесе, бензин жетпейді десеңіздер, сонда сіздердің мақсаттарыңыз халықты қырып өлтіріп тастау ма? Ертең біз адам өлтірді демеу, сондай сөз сыбыс шықпау үшін, мынау өзімен өзі не тамағын, не дәрісін, не бір мүмкіндігін жасай алмай, одан кейін бір жерде қорланып өліп қалатын болса, міне өзімен өзі өлді ғой, сондай ауру еді ғой деп сөйтіп халықты қыру мақсаттарыңыз ба білмеймін. Бұл жерде қазір міне бүкіл үкімет басшыларына, облыс басшыларына, мемлекет басшыларына біз осы мәселені жеткізгіміз келеді. Мына халық көрсін не болып жатқанын ауданда. Осы Түлкібас аудандағы біздің мемлекетімізде негізі қаншама мүмкіндігі шектеулі, біз анау қазір айтамыз ғой, мүгедектер деп. Негізі әдемілеп жұмсақтап айтайық, мүмкіндігі шектеулі жарым жандылардың өмірде көріп жатқан қиындықтары, шектеулері жүрегінде жарым қылып қойған барлығымызға белгілі. Сіз сияқты, біз сияқты көшеде ойнап, күліп, жеп, ішіп, қалаған жеріне өзі барып, өз несін өзі шығарып жататын болса, онда басқа әңгіме еді ғой. Мемлекет не үшін ол кісілерге қаражат бөледі? Не үшін мемлекет оларға мүмкіндік береді, инватакси береді? Тамақтарына, дәрі-дәрмегіне қаражат бөледі. Неге? Себебі ол кісілер соған мұқтаж. Сондықтан государство осыған ақша бөліп жатады. Енді айтып өтейік, міне қазір Балзира деген апкеміздің үйінде отырмыз. Ол кісінің қасымызда. Сізбен міне танысқанымызға өте қуаныштымыз, Балзира апке. Мына біздің қазіргі халық көрсін, ел білсін, үкімет басшылары естісін деген сіздің кешеден бері жазып айтып жатқан мұқтаждарыңызды, шағымдарыңызды біз елге көрсетейік деп келіп отырмыз. Билікке көрсетейік. Бәлкім ауданда шешілмей жатса, облыста Өмірзақ Шөкеев араласатын болса, немесе мына үкімет басшылары араласып тексеретін болса, бәлкім сіз көрсетіп айтып жатқан бәрі былық шығады деген ниетпен отырмыз. Енді сіздерге тек қана Балзира апке осы жерде бір аса бір сот болып жатқан жоқ. Біз халықтың алдында тек қана осы бар болып жатқан қолымыздағы құжаттарды ресми біз айтып бір-бірімізбен сұхбаттассақ. Бірінші сіздің көтерген мәселеңіз сізге жеке көмекшінің берілмеуі, берсе де оларға акт толтырып, шағымды сіз емес, мынау жұмыспен қамту аудандық орталықтары оларға акт толтырып жұмыстан алып тастаған жағдайларды айтылды. Ол көмекшілерді бар жоғы 2-ақ сағатқа беріп жатты. Одан кейін олар 8 сағат берілу керек, сізге көмектесу керек. Осы мәселе бойынша сіз енді өзіңіздің болып жатқан жағдайды мына халыққа, билікке айтсаңыз. Мен өзім мүмкіндік шектеулі бірінші топ мүгедек болған кейін маған жеке көмекші берілген. Енді біздің заңымызда да айтылған, ол жеке көмекші негізінде 8 сағаттан асырмау, 8 сағаттан аспайтындай етіп оларға тағайындалу керек. Ал бірақ біздің ауданда биылғы жылға дейін 2 сағаттан ғана беріліп келді. 2 сағаттың өзіне де
10.270 теңге төленді. Ал енді былтырғы жылы маусым айында жаңағы әлеуметтік қызметкерлердің жалақысы өскеннен кейін, солардың жалақысы негізінде төленетін болғаннан кейін, олардың да жалақысы өсу керек еді. Алайда біздің ауданда оны өсірмеді. Тек қана қазан айынан бастап 600 теңге қосып, 10.870 теңге төленді. Бұл енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Еліміздегі ең төменгі күнкеріс деңгейінен де аз ақша. Одан кейін ол жерде жеке көмекші 2 сағатта, мысалы, 2 сағатта қай жерге үлгереміз біз? Мысалы, біздің облыс орталығы бізден қанша шақырым жерде. Ол жаққа біз 2 сағаттың ішінде мүлдем бара алмайсыз. Ал сонда біздің аудан орталығына тек қана 2 сағатта барып келесің. Онда да сенің тірлігің болса, ол 2 сағатта ешбір тынбайды. Сондықтан біз кезегі бар, кезегі бар. Ол сіз енді барғаннан кейін бірнеше жерге жұмсайтындар болады. Мысалы, поликлиникаға барсаңыз, поликлиникада бірінші анализ тапсырасыз. Одан кейін қазір енді запись алдын ала болғанда да бірнеше дәрігерге қаралатын болғаннан кейін оны ешбір сәйкестіре алмайсыз арасын өте жақын болып. Өйткені сізден бұрын жазылып қояды. Сондай болады. Сондықтан біз оны өтінгенбіз, көбейтсін деп. Сондықтан биылғы жылдан бастап бізде мүгедектерді бөлу басталды. Активный, неактивный. Ол қандай активный, неактивный? Ол қандай мағына береді? Активный деген жаңағы қоғамға белсене араласатын, күнделікті ары-бері жүрістері көптер, жаңағы енді не қылады ғой, бізде мүгедектер бар, кейбір мүгедектер жаңағы қоғамға белсене араласатын. Вот соларға 4 сағат беріледі, ал үйінде жататындарға 2 сағат. Олар неактивный болып есептелінеді. Ал енді білмеймін, ол қай қоғамда бөлінетін олай, активный, неактивный деп. Ал мемлекеттің заңында бізде қарастырған ғой, 8 сағатқа дейін беріледі деп. Ол кезде сен активныйға мынанша сағат бер, пассивныйға мынанша сағат бер деген жазылмаған. А неге сондай біздің құқығымызды бұзылады? Ондайды айтсаң, сендерді 8 сағат бойы қайда бара бересің? Мүмкіндігі шектеулі жарым жандарды бөлуге көшкен. Ал сен 8 сағат бойы бері қайда бара бересің дейді. Қайда бара беретін болған кезде бізге оғанда шектеу қойып тастаған. Мысалы, бізде баняға баруға болмайды, әсемдік салондарына баруға болмайды дейді. А біз сонда не қоғамда? Біздің мүмкіндігі шектеулі болған кейін ондайды шектеу керек па? Неге бізге баруға болмайды? Біз өзіміздің мүмкіндігі шектеу. Сізді мысалға ондай жағдайларға барып кім айтып отыр оны? Сізге баруға болмайды. Кеше біздің Түлкібас аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің маманы Құлатай ұлан айтты. Сіздер ондай жаққа баруға болмайды. Әсемдік салонына, баняға баруларыңыз. Кешіріңіздер, Түлкібас ауданы әкімдігі жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматшалар, ол кісілер сіздердің құлдарыңыз ба, әлде сіздердің меншіктеріңізге айналған қандай да бір зат па? Сіздер оларға шектеу қоятындай. Одан кейін жаңағы дүкендерге баратын болсаңыздар, дүкен базарларға баруға болмайды, супермаркеттерге баруларың керек дейді. Ал бізге мемлекеттен беріп жатқан қаржы супермаркеттен алуға жете ма? Біздің ол жаңағы тамақтарымызды, болмаса киім-кешектерімізді супермаркеттен алуға қалай? Енді базарға барсаң, сіз ойықта саудаласып, өзіңіз әйтеуір не қыласыз, аласыз. Ыңғайлы бағаға келесе аласыз ғой. Ал анда супермаркетте ол баға қойылып қойған, оны не қыламайсыз ғой. Ондайға саудаласа алмайсыз. Ондайға бармаңдар дейді. Бір. Одан кейін прогулка болмайды дейді. Прогулка деген нәрсе, сіздер больницаға бара жатсың ба? Сол прогулка, жолға кетіп бара жатсың, прогулка сол. А былайша жеке өзің прогулкаға барма дейді. Ол қандай? Бұл мүгедектерді қамауда ұстай салмайсыздар ма? 8 сағат бойы қайда бара бересіңдер, қайда жүре бересіңдер? Жеке көмекші деп аты айтып тұр ғой, жеке көмекші. Ол барлық нәрседе көмек беру керек қой бізге десең. Жоқ, олар за сопровождение төленеді ақша дейді. Онда неге біздің жаңағы ИПР-іміз бар ғой, жеке бағдарламамыз, индивидуальная программа реабилитации дейді. Ал сол жерде жеке көмекші, индивидуальный помощник деп тұр. Енді өзі айтып тұрғандай, ол жеке саған ғана қызмет айту керек қой, менің ойымша солай. А бұл жерде бізде олай демейді. Ол ілесіп жүруші. Сен анда барғанда, мысалы, дүкенге барсаң, супермаркетке барсаң, ол бізді супермаркетке дейін ертіп барады екен, ойға кіруге болмайды екен оған. Сен өзің қажетті заттың бәрін ала аласың ба, ала алмайсың ба, сіз жоқ екен, ол сен сояқтан шыққанда, ол сенімен ілесіп үйіңе келеді екен болды.
Кешіріңіздер, бұл құрметті билік, сонда сіздер көмекшілерге ілесіп жүру үшін қаржы бөліп отырсыздар ма? Ілесіп Әлде жүру. бұл кісілерге жаңағы көмектесу, көмекші деген көмек береді. Ілесіп жүрсе, ілесуші деп жазасыздар ма онда? А пунктінен Б пунктінен ертіп барушы деп олар есептейді. А пункті, Б пункті деген білмеймін қайдан шығарған. Ал енді оны неге жаңағы біздің жеке бағдарламамызда неге өйтіп жеке көмекші деп жазады? Онда ілесіп жүруші деп жазсын. Онда ілесіп жүруші деп Ал онда заңды, тәртіпті, құжатты өзгерту. Сендерге ондай көмек келетін болса, зауход төленсін. Мен айтамын, онда зауход деген жоқ қой бізге төленетін. Ол деген тек қана бала кезде мүгедектерге ғана анасына не алады. Ал енді сонда кейін осындай жағдайға тап болған жандарға сонда білмеймін, күтім керек жоқ па? Түсінікті. Мен мысалы, мен өзім жалғыз өзім тұрамын. Жалғызбекті бірінші топта мүгедекпін. Ал сонда маған кім көмек беру керек? Жеке көмекші бермегенде. Енді біздер қазір тағы да бір кейінгі сұрақтарымызға өтейік, себебі сізге қоятын сұрақтарымыз өте көп. Мына Инво такси айына 360 литр жанармай бөлінеді екен Түлкібас ауданында. Былтырғы жылы бөлінгені, иә. Алайда біздің білуімізше жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматшалар 5000-ға бір Инво такси жұмыс жасайды қазіргі таңда. Алайда ол Инво таксидің қазіргі қызметін пайдаланып жүрген Балзира әпкеміз кішкентай айтып өтсін. Айтыңызшы, сіздер мысалы шақырғанда қандай көмек? Инво такси қызметін былтырғы жылы, мысалы, мен жаңағы нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 3 айлық курста оқыдым. Сол кезде күнделікті қатынау керек болды маған. Сол кезде 15 күнге ғана берілетін тұғын, айдың 15-іне дейін ғана. 15-нен арғылай бір айдың лимиті таусылып қалды деп бізге Инво такси көлік қызмет көрсетпеді. Оны бірнеше мәрте прокуратураға да жаздым, әлеуметтік бағдарлама бөлімінде де арыз жаздым. Олар оған нақты жауап бере алмады ешбір. Тек қана бензин тапшылығы байқалады деді. Сондықтан биылғы жылы бізде аудан әкімі Тұрашбеков болып тұрғанда мүмкіндігі шектеулі жандармен кездесу өтті. Сол кезде мен осы мәселені Тұрашбеков мырзаға айтқанымда, ол кісі бізде бензин тапшылығы жоқ. Неге бензин тапшылығы деп қайдан шығардыңдар деп бөлім басшыларына айтқан кезде олар үндемеді. Содан бері қазір Инво такси қызметі тоқтаусыз ай сайын неғып келе жатыр, қызмет көрсетіп жатыр. Бұрынғыдай жартай емес, қазір толық көрсетеді. Ал бірақ сәрсенбі күні маған әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысының орынбасары Қалдарбеков Рашид келіп алып, бір айда сіз 27 рет мәрте пайдаланымсыз деп қолын шошайтып тұр, ұрысып кетті. Бензиннің бәрі сізге кетеді деп. Бір айда 30 күн бар. Біздің Инво такси суббота жаңағы сенбі жексенбі күні қызмет істемейді. Ал сонда мен қалайша 27 мәрте пайдаланыппын? Соны дәлелдеңіз десем, оны мен білмеймін дейді ғой. Сізге дөрекі солай айқайлап кетеді ма сонда? Солай сөйлеп кеттім. Енді жаңа сіз... Ал енді білмеймін мен енді ол қай жақтан ондай информацияны алған. Одан кейін вообще біздің құқығымыз шектелгені соншалықты. Мен мысалы диспетчерге қай кезде баратынымды мысалы айтам ғой, сол кезде маған қай мекемелерге барасыз дейді. Мен оның бәрін айтсам, жаңа прокуратураға барам, болмаса әкімшілікке барам дегесем, мені жолда тосып тұрады уже. Әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары, болмаса әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы. Мәселен өзіміз шешеміз деп, кірейін деп тұрған жерден алып кетеді. Ал одан кейін қайтып келгеннен кейін оны бүйтеміз, сөйтеміз деп 2-3 жыл жауап береді, нақты жауап бермейді еш уақытта. Жауапты алмағанбыз біз еш уақытта. Құрметті прокуратура органдары, құрметті прокурорлар, осы мәселеге сіздер назар аударып, арнайы... Ал одан кейін жаңағы Инво такси қызметіне алдын ала заявка, мысалы мен сәрсенбі күні менде аудандық емханада дәрігердің қабылдауына жазылғам сағат 2-ге. Содан бірге Инво таксиге қызметіне тапсырыс бергенмін бір күн бұрын. Ал Инво такси таңертең сағат 8-де келіп тұр. Содан кейін маған шық деді. Мен айттым, мен қайда шығам, мен бірге заказ бергенмін сізге не десем. Содан кейін диспетчерге звондадым. Қалайша сіз мен шатасып кетіппін дейді.
қазір мініп келе бер дейді. Сонда мен 5 сағат бұрын барып алуым керек пе? Ал бірде мынандай жағдай болды. Жарайды, инватакси, мен түсінем. Инватакси біздің ауданда біреу-ақ үлгермеуі мүмкін. Кейбір кезде басқа менен бұрын басқа мүгедектер заявка тастаған болса, одан кейін мен по пути солармен бірге баратын болсам, маған жаңағыдай не қылады. Аналар бірінші заказ берген, содан кейін сіз мінесіз, жарайды дейді. Ал егер мен бірінші беріп, менен кейінгілер берсе, маған алдын ала келіп алады ол. Сонан кейін мен айтам, мен пәлен уақытқа заказ бердім қойсам, жолдан адамды алуымыз керек деп. Оның алдын ала маған предупреждение бермейді. Сондағы мақсаты, инватакси бізге келгеннен кейін біз 20 минуттың ішінде шығуымыз керек. 20 минуттың ішінде шыға алмасақ, ол жаңағы тапсырыс орындалды дейді. Міне сондай мақсатқа жеткізу үшін әдеге істейді. Бірақ мен оларға айтам, мен пәлен уақытқа заказ бердім ғой десем, анау нені алып кету керек дейді. Сонда мен енді олар маған заказ мен тапсырыс берген күні 1 сағат, 1,5 сағат бұрын шығып алып далада күтіп тұрам. Өйткені маған солай айтпасын деп. Түсінікті. Одан кейін басқа мүгедектерге бір кезде де Топанбай Мейірхан деген мүгедек бала бар тұғын. Соны жолдан сол заказ берген. Сонан кейін мүмкіндігі шектеулі бірінші топтағы мүгедек Өміров Нұрғали деген заказ берген екен. Сонан кейін Топанбайды тастап Өміровті аласыңдар деді. Топанбайды мінгізбеңдер. Сонан кейін Өміровті мен айттым, ол Өміровті мен білем дедім. Таңертең 8-де ол еш уақытта тұрмайды дедім. Таңертең 8-де бардық үйіне, бірақ ол шықпады үйінен. Көлік жүргізушісі үйіне барып, есігін тақылдатып, оятып, не қылса, менің малым ауырып қалды, мен бүгін барамайын, түс қайта кел деп айтады. Оларға түс қайта да жібереді ондай кездерде. Ал біз сөйтіп айтсақ, сендер бір күн бұрын тапсырыс берулерің керек дейді. Адамның қалауына қарай істейді. Жаңағыдай біз әділдікті айтатын адамдарға солдай қысым көрсетеді, басқалардың бәрінің сөзін сөйлейді олар. Құрметті прокурорлар, осы мәселені назарға алып тексеру жұмыстарын жүргізіп. Одан кейін көлікке мінген уақытта, қорғасаңыздар. ал көлікке мінген уақытта, басқа мүгедектермен бірге мінген уақытта, олар темекі шегіп, былапыт сөздерді айтса да, біз қайда темекі шегеді? Кім шегеді? Қоғамдық көлікте мүгедектер инватаксиде. Инватаксиде темекі шегіледі. Темекі шегеді. Оның жөнінде біз ішкі істер бөліміне де арыз тастағанбыз, оны сот болған. Сол кезде де келіп біз әлеуметтік бағдарлама бөліміне де айтқанбыз, шоферға айттық, неге сіз бұған предупреждение бермейсіз дедік. Сол кезде де ол тыңдамайды мені деп отырады. Тыңдамаса шара қолданыңыздар деп айтты. Ешқандай шара қолданған жоқ ондайға да. Одан кейін олар былапыт сөздер айтады. Екінші күн тағы да міндік, екінші күн мінгенде тағы да басқа мүгедек солай бізді боқтап отыр. Оған шофер өзі түсіп жерге темекісін тұтандырып беріп отыр. Олар сөйтіп жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарлама бөлімінің алдында темекіні шегіп сол жерге тастап кетті. Неге? Қоқыс тастайтын жерге тастамайды. Мейлі, қазір бізді көріп отырған билік органдары, өкілдері, халық көріп отыр, бұл қалады, сақталады, жарияланады. Енді біз келесі сұрағымызға өтсек, бір айтуымызға қарағанда, мына санаторийге путевкалар жөнінде 2019 жылы 8 күнге, 12 күнге берілетін 8 күнге берілген, 2020 жылы 10 күнге берілетін путевкаларын 14 күнге берілетін путевканы 14 күнге 10 күнге берілген. Бұл туралы кішкентай өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді бұл жөнінде мен айттым, заңда олай көрсетілмеген ғой, неге десем, тікелей эфир болғанда біздің аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламаның басшысы Қаратаев Ерден өзінің жаңағы несі бар, тікелей эфирінде сол кезде де айтқан, біз мүгедектерге 10 күнге берілдік биылғы жылы, ал жаңағы зейнеткерлерге 15 күнге деп. Ал сонда бұл жақта министрліктің заңы бізде қолданысқа енбей ме? Бұл жағының ажыратып беру неге бұл себепті дегенімде, олардың айтысы біз жылдың басында неге договорға тұрып қойғанбыз, сондықтан договорды бұза алмаймыз дейді. Сонда министрліктің заңын... Сонда бұлар менің түсінгенім, құрметті біледі, олар бар ғой. Мен мысалы инватаксиге мінген уақытта шоферға звондайды, жаңа бөлім басшысы Қаратаев. Мінді ма дейді, мінді дейді. Қайда келе жатыр?
қайда бара жатыр, бәрін сұрап тұрады. Шофер айтып тұрады, мына жаққа тоқтады, мына жаққа кірді, тез шықты ма, қанша минутта шықты, бәрін сұрап тұрады. Құрметті оқырмандар, мына билік өкілдері мүгедек жандарды жан айқайын тыңдап, ол кісілерге кішкентай жылы сөз айтып, мүмкіндігін жаратып, жақсартып берудің орнына артына адам қойып, ол кісілерді қыспақ қалу деген, мен ойлаймын, бұл қылмыс деп санаймын. Ал кеше прокуратураға барғанда артымнан жаңағы мүгедектер қоғамының бухгалтері, есепшісі Зейнеп апай да келіпті. Бірақ ол кезде прокуратуралар оны шығарып жіберді. Сіз неге бұл кісі арыз жазып жатқанда неге кедергі келтіресіз, шығыңыз деп. Маған айтты, сізбен бірге келді ма дейді, жоқ дедім. Сені шақырып жатыр, ана жақтағылар кел деп маған артымнан келді. Мен солай айттым, барлық жаққа барсам артымнан барады солай. Енді келесі сұрақ Балзира әпке, мынау жол жүруге айына 10.100 теңге, тұруға 12.625 теңге, 4 айлық есепші МРП дейміз ғой, 5 МРП-дан бөлінеді екен. Олар сізге төленіп жатыр ма? Қайсы, неге? Жаңағы 3 ай оқып 500 мың алды деген, одан кейін олар сол кезде сіздерге жүруге, тұруға бөлінетін қаражаттар бар екен ғой? Жоқ, ол кезде маған бар жоғы 3 айға 43.600 ба, сондай ғана ақша төледі. Басқа ештеңе төлемейді. Енді қараңыз, жол жүруге 10.100 теңге төлейтін сол дұрыс па? Неге солай төлеу керек пе еді? 10.500 деп айтқан. 4 айлық есептік көрсеткіш 25 күнге, 2019 жылға. Бізге жазып жібергеніңіз солай сараптағанбыз ғой. Білмеймін, оны енді маған айтып отырмын ғой. Жалпы сізге негізі сол жол жүруге тұруға ақша төлену керек пе еді? Енді мен аудан орталығында тұрмайтын болған кейін, ол заңда да көрсетілген. Жаңағы мына жерде бар еді ғой, қайдан. Бірақ сіз қазір 3 айға 43 мыңдай көлемде қаражат алдыңыз. Алдым болды. Демек 3 айға бөлсек 10 түсінікті. Мейлі, оны кейін біз ресми хаттармен сұраққа жатарымыз, анықтай жатамыз. Енді мына 505 мың оқуға не дейді, не алғаныңыз бойынша айтып өтсеңіз. Ол жаңағы, енді маған жаңағы жол кере ақысын төлемейміз деп, басында не бойынша маған төлеу қажет болатын тұғын, бірақ маған төлемеді, неге менің ақшам аз дегенде, сен инватакси қызметін пайдаландың, сондықтан саған жол кере ақысы төленбейді деді. Ал инватакси қызметін мен сіздерге айтқандай, ол кезде бізге тек қана жартайға ғана қызмет жасап жүрген. Ал жартай бойы мен өзім такси жалдап барып жүрдім. Такси жалдағанда қасымда жеке көмекші де болады, екеумізге қаражат төлеуге тура келеді. Барыс келісін есептегенде бір күнде 2600-ден түсіп атты. Ал оның бәріне сол кезде мен оны сұрағанда, сол 505 мың алып тұрып, жаңа жұмыспен қамту бөлімінің басшысы Ибраимов Аскербек 505 мың алып тұрып, 10 мыңды дауып тұрсың ба деді ғой. Енді сіз тағы да бір сұрағымыз келгені, мынау кататорларды, кіші дәретке шығу үшін кататорларды мен өзім естімеген, многоразовый деген, бәлкім барда шығар. Енді сол туралы айтып кеттіңіз, міне сізде бар екен. Міне маған кеше ғана берді осындай кататорды, бұл маған бұрында менде многоразовый болатын, ол Совет одағынан болған, біз оны қайнатып солай пайдаланғанды. Ал маған многоразовый дейді, 3-ін 3 айға берді. Бірақ мен мына жерде оқып тұрғанда, бұл бір реттік қолданылатын одноразового применения деп жазылып тұр. Ал мен бұны нефрологтардан сұрасам, бұл деген бір-ақ рет пайдаланады деді. Ал маған берген маман Құлатай Улан 3 ай пайдаланасыз деді. Біреуін берсеңіз, мен көрсетсем. Енді бұл осы нәрсе, осы зат сізге қазір біреуі қанша уақытқа берілді? Бір айға. Бір айға. Енді 30 күнде қанша рет дәретке шығады, кіші дәретке да, осынша рет пайдаланады. Алайда бұның артында мінекей көрсетіп қойған Welled компаниясы өндіруші. Назар аударыңыз, внимание, бір рет қолданылатын одноразовое применение деп жазып қойған. Бұл бір айға беріліп отыр, мына кіші дәретке. Сіз өзіңіз мына кішкентай күн суықтап қалған жағдайда, өзіміз керек болса 10 рет дейді кіші дәретке шығатын кездеріміз болады. Бұл жерде ешкім дәретке шықпайды деген адамдар жоқ шығар. Керек болса мал да шығады дәретке. Енді бір нәрсені түсініңіздер, құрметті үкімет басшылары. Мынау 30 күнге пайдалануға берілді деп отыр. Одноразовый бір рет қолданылатын кататорды 30 күнде
бір күнде қанша рет шығады, осынша рет пайдалануға амалы жоқ пайдалану керек, міндетті. Осы мәселені де назарға алуларыңызды сұранамын. Одан кейін бір айта кететін жағдай, жаңа жеке көмекшінің былтыр 14 жылы бізге қызмет көрсеткен Түлкібасы мүгедектер қоғамы негізінде министрліктің несінде олар бізден қызмет көрсетуге оларға рұқсат бермеген. Бірақ сондан да олар бізге қызмет көрсетіп жүрді. Одан тағы бір айта кететін жағдай, бізде мынау договорды жылдың соңына дейін болады да, тендер өтпеді деп, жылдың басында қаңтар айында көп мүгедектерге төленбейді ақысы. Ал енді жаңағыдай заңмен қудаланған мен сияқтыларға ғана төленеді ол. Сіз заңмен қудаланғандай, сіз оппозиция бір жоқ, енді айтам ғой, заң бойынша енді бізге төлену керек қой, қызмет бізге үздіксіз берілу керек қой. Сондықтан айтқан кезде ғана ол амалсыздан төлейді. Бізде тендер өткен күн, біз договорға тұрған күннен бастап төлейміз деп бір ай, бір жарым айға. Сол өзіңізге болып жатқан нәрсені шындықта айтқан үшін бұл кісіні қудалап жатса, білмедім енді. Ал одан кейін жаңағыдай бізде 8 сағатқа дейін берілуге болады деген мүгедектің бізде жаңағы заң бар екен, біз оны білмейді екенбіз. Жаңағы зейнетақы қорының жарнасы ол республикалық бюджеттегі заңға белгіленген ең төменгі жалақының 10%-нан кем болмайтындықтан 42.500-ден. Сондықтан біздің жаңа 2 сағат болғаннан кейін бізде қаражат аз болып тұр ғой. Сол 4 мүгедекті жеке көмекшісін біріктіріп, бір адамға 8 сағат деп жазып, бір адамға ғана зейнетақы қорына жарна аударып келіп жүрді былтырғы жылы. Одан кейін ол жақта көрсетілген заңда салық ұсталынбау керек, қызметті жеке көмекші алып атқаннан кейін көмекшісінен салық ұсталынбау керек. Бірақ ол кісілер бізге келісім шартында жазған, ұсталынады салық деп. Ол жөнінде де айтып жатырмыз, білмеймін, біздікін бәрін теріске шығарады, өздерінің заңдарын дұрыс қылады. Түсінікті. Енді қазір мен сізге тағы да бір қоятын сұрағым, жаңа біз сұрақтың ішінде бір жауапты нақты ала алмай қалдым, әлде мен түсінбей қалдым ба? Халыққа да бәлкім айтсақ, екінші рет айтылған болсын. Сіздің бұрында жұмыс жасаған көмекшіңіздің сыртынан акт толтырылған. Акт толтырылған. Оны мен білмеймін. Сіз шағымдандыңыз ба сол көмекшіңізге? Жоқ, мен шағымданбаған. Мен білмеймін. Мен жаңағы осы менің жеке көмекшім енді жұмыс істемеймін, бұлардың несіне жаңағыдай заңсыздықтарына шыдай алмаймын деді. Өйткені жаңағы 4 жеке көмекшіні біріктіріп, оған зейнетақы қорына 3000 бірнеше теңгеден аударылып тұрған. Ол айтады, мен тек қана 10.270 теңге алдым, неге маған 3000 бірнеше аударылған десе, соған шыққан ғой, сен басқа жерде жұмыс істейсің. Ол айтады, мен жұмыс істейтін рас, оның басқа жерде. Ол мен таңертеңгі 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеймін, қалған уақытта боспын. Ол 2 сағат деген маған не тұрады? 2 сағат емес, қалған уақыттың бәрін мен арнасам да, маған өзім білем ғой дегенде. Бірақ соның артына да соны қоймай қойды олар. Сен басқа жерде жұмыс істейсің, саған жұмыс істеуге болмайды деп. Сонда енді мен айттым, өздеріңіз тауып беріңіз десем, өздері ешкімді тауып бере алмайды. Енді басқа бір кісіні тағы да алсақ, оғанда қайта жаңағыдай қысым көрсетіп тыныштық бермейді. Условияны мен қоям, мен кел дегенде келіңдер. Сонда маған қызмет жасап жатқан уақытысын ол тастай салып, солар шақырғанда жүгіріп бару керек екен.